Дейл Карнеги: достарды қалай табуға және адамдарға ықпал етуге болады. Өміріңде бәрі жақсы болса да, адамдармен дұрыс сөйлесе алмасаң, жетістігің шектеулі. Адамдармен қарым-қатынасты қалай жақсартуға болады? Дейл Карнеги осы сұраққа жауап береді. Бұл кітап адамдардың жүрегіне жол табудың нағыз энциклопедиясы. Бүгін оның ең маңызды қағидаларын талқылаймыз. Бірінші, адамдарға шынайы қызығушылық таныт. Адамдар өздері туралы сөйлескенді жақсы көреді. Егер сен олардың қызығушылықтарын тыңдап, қолдау білдірсең, олар сені жақсы көріп кетеді. Мысалы, бір кездесуде сен жаңа танысыңның қызығушылығына шынайы қызығушылық білдірдің делік. Нәтижесінде ол сені өте жақсы адам ретінде қабылдайды. Бірақ сен тек сұрақ қойып тыңдадың ғой. Қолдану. Адамдардың атын есте сақта. Өзі туралы айтуына мүмкіндік бер. Жақсы тыңдаушы бол. Екінші, адамдарды сынама, мақта. Ешкім өз қателіктерін естігісі келмейді. Егер сен біреуді сынасаң, ол қорғанысқа көшеді. Ал егер сен оны мақтасаң, ол сені жақын тартатын болады. Мысалы, бір әріптесің дұрыс сөйлемей тұр делік. Сен қате айттың демей, сенің айтқаның қызықты, ал егер былай жасаса, одан да жақсы болар еді десең, ол сені тыңдайды. Қолдану. Сынама, ақыл айтпа, шынайы мақтау айт. Адамдардың жақсы істерін ізде. Үшінші, адамдардың көзқарасын түсін. Адамдарды сендіру үшін алдымен олардың пікірін түсіну керек. Ешкім мен қателестім дегенді оңай мойындамайды. Мысалы, егер біреу сенімен келіспей жатса, мүмкін сен дұрыс айтып тұрған шығарсың деп бастасаң, ол сені тыңдауға дайын болады. Қолдану. Ең алдымен адамның пікірін түсінуге тырыс. Сен қателесіп тұрсың деме, ортақ шешім табуға тырыс. Адамдардың есімін есте сақтауға тырыс. Адамдар өз есімдерін естігенде ерекше сезімде болады. Олардың атын есте сақтау, оларды құрметтеудің белгісі. Мысалы, бір әріптесіңнің атын бірінші рет кездескенде есте сақтасаң, келесі жолы атымен шақырғанда ол саған ерекше ықыласпен қарайды. Қолдану. Адамдардың атын жазып ал, бірнеше рет қайтала. Біреудің атын айтқанда күлімде. Оны маңызды адам ретінде сезіндіруге тырыс. Бесінші, күлімде және шынайы бол. Күлімдеу бұл адамдарды өзіңе тартудың ең оңай жолы. Ол сенің достық ниетіңді көрсетеді. Мысалы, біреу саған көңілсіз қарап тұрса, сен жай күлімдесең, ол да жымиюы мүмкін. Қолдану. Күлімде, сөйлескенде шынайы бол, адамдарға жылулық сыйла. Егер сен осы қағидаларды қолдансаң, адамдармен қарым-қатынасың жақсарып, өзіңді бұрынғыдан да сенімді сезінесің. Дейл Карнеги айтқандай, адамдардың жүрегіне жол таба білсең, есіктер саған өздері ашылады. Егер осы кеңестер пайдалы болса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Жаңа видеоларда кездескенше.